Сәлем достар, бұл HTML курсының 8-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта формалар туралы өтеміз. Форма деген өте үлкен тақырып болған соң мен қазір оны 2 сабаққа бөліп тастадым. Бірінші біз ақпаратты енгізетін қандай түрлері болатынын көрсетеміз. Қазір input, text array, checkbox, radio, label, select, button туралы үйренеміз. Бірінші input деп отқанымыз не ол? Ол мәтін енгізетін ақпараттық өріс, орысша поле деп айтады. Қазір жасап көрейік оны. Мына жасағандарымыздың барлығын өшіріп тастайық. Input, type, text. Бұл input тегінің сыңары болмайды, жабатын тегі жоқ, тек өзі салынады. Парақшаны жаңарттым. Мына жерде қазір үлкейтіп көрсетейін сіздерге. Мына жерде өріс пайда болды. Ішіне мәтін енгізу болады. Осылай. Қазір жасайтын өрістердің барлығы да ешқандай функционалдық қызмет атқара алмайды. Өйткені оған сервердің көмегі қажет. Ал серверді қондыру туралы біз кейінгі сабақтарда үйренеміз. Әуеліге осыларды үйреніп алыңыздар. Және де input'тың name деген аты болады. Атрибут арқылы жазылады. Name'ге name деп қойық, аты деп. Одан кейін тағы көшіріп екінші рет жазайын. Last name, фамилиясы. Қазір парақшаны жаңартам. Екінші өріс пайда болды міне. Мына бірінші өріс, екінші өріс, поле. Ішіне кез келген мәтінді енгізе беруге болады. Және де бұл қандай өріс екенін білу үшін арнайы бір тағы атрибут бар, ол placeholder деген. Бұның ішіне есім деп жазып кетейік. Ал екіншісіне фамилиясы деп жазайық. Сақтадым. Міне есімі, фамилиясы деп шығып тұр. Ал қазір ішіне бір кез келген мәтінді енгізетін болсақ, шын болады. Онда ішіндегі мәтін жоғалып кетеді. Бұл тек мағынасын көрсету үшін ғана ақпарат. Осылай. Text array. Text array деп отқанымыз ол үлкен мәтіндерді енгізу өрісі. Text array. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Мына жерде өріс пайда болды. Оны үлкейтіп кішірейтуге болады. Көріп тұрғаныңыздай үлкен мәтін енгізе беруге болады. Бұл жерде ұзақ мәтін болуы мүмкін. Text array'ге де name атрибуты мен placeholder атрибутын бере аламыз. Мәтін деп қойық name'ге. Ал placeholder'ге бұл жерге мәтінді енгіз дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңарттық. Міне, бұл жерге мәтінді енгіз. Есімі, фамилиясы. Checkbox, radio, label. Бірінші checkbox туралы үйренейік. Бірақ оны үйренбестен бұрын мына үшеуін бір дифке салайық. Бір блок болып тұру үшін. Себебі қазір жасайтын элементіміз оң жағына кетіп қалмас үшін. Міне, бұл жерден бастадық. Ал мына жерден аяқтаймыз. Бұған назар аудармай қойыңыздар. Checkbox'ты де input деп жазады. Type түріне checkbox деп жазамыз. Сақтадым. Парақшаны жаңарттық. Мына жерде белгілейтін өріс пайда болды. Міне белгілеуге болады, алып тастауға болады, белгілеуге болады, алып тастауға болады. Бұны бірнеше рет жасауға болады. Сақтадым. Жаңарттым. 3 өріс пайда болды. Бұндай нәрселерді сіздер сайттарда көріп жүрсіздер. Қазір оны ұқсатып жасау үшін тағы да қасына сөздер қосып жасайық. Үстіне тақырыбын салайық бірінші. Керегін таңда деп жазайық. Ал мыналардың жандарына жазып кетейік. Алма, алмұрт, қияр. Сақтадым. Парақшаны жаңарттық. Міне керегін таңда алманы таңдадық, алмұртты таңдадық, қиярды таңдадық. Бірақ мына жерде қазір алманың үстіне бассақ, алманың өрісі белгіленбейді. Өйткені біз ол үшін тағы тег салуымыз керек, label деген. Міне қарап тұрсаңыздар, label'дің ішіне салып қойдық біз input'ты. Соның ішінде тұрған кез келген мәтіннің үстінен бассақ, я болмаса басқа да тағы элементтердің үстінен басатын болсақ, онда label осы элементті белгілейтін болады. Сақтадым. Парақшаны жаңарттық. Алманы бастым, белгіленетіні көріп тұрсыздар ма? Алмұртты бастым, белгіленді. Қайтып бассам, алып тастайды. Қиярды бастым, қиярды белгіледі. Енді дәл солай бұларға да name салып кетуге болады атрибутын. Тамақ деп жазып кетейік, food.
Бұл қазір функционалдық ешқандай маңыздық бермейді дәл қазір, өйткені ол үшін айтып кеткендей сервер қажет бізге. Ол нәрсені бағдарлама тілі үйренген кезде үйренесіздер. Енді радионы үйреніп кетейік. Қайда барасың деп жазып кетейік. Дәл мыналарды мен көшіре салайын. Тек type деп тұрған жеріне чекбокстың орнына радио деп жазып кетейік. Міне, 3 жерге мен радио деп жаздым. Ал name'ге жол деп жазайық ағылшынша. Way. Бірінші солға дейік. Одан кейін тіке. Одан кейін оңға дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартайық. Бұл жерде қандай айырмашылық бар чекбокс пен радионың? Чекбоксте сіз элементтерді әрбіреуін бөлек-бөлек таңдай аласыздар. Мысалға, бұл жерде 2 затты таңдау болады, алма мен қиярды. Ал радиода тек бірақ қана элементті таңдай аласыз. Солға, тіке, оңға. Мысалы, солға басқан кезде оңға дегендегі белгіленген жоғалып кетті. Сондықтан да тек бірақ затты ғана таңдай аласыз. Бірақ бұл жерде өте маңыздысы name. Егер де біз қазір name'ге үшеуіне 3 түрлі атау беретін болсақ, онда браузер оны 3 түрлі элемент деп түсінеді. Сондықтан да олар жеке-жеке өздері бөлекше жұмыс істейтін болады. Мысалға келтіріп кетейін. Y1, Y2, Y3 деп кетейік. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне солға бастым, тіке бастым, оңға бастым. Бәрі де белгіленіп қалды. Өйткені олар үшеуі 3 түрлі элемент болған соң. Қазір орнына қайтып қояйық. Мысалға, браузер ашқан кезде біреуі бірден таңдалып тұратын қылып қалай істеуге болады? Ол үшін checkout деген арнайы атрибут бар. Сақтадым. Парақшаны жаңартайық. Міне, тіке деген белгіленіп тұр. Қазір біз бұны алып тастап оңға деген салатын болсақ, онда оңға деген белгіленіп тұратын болады. Міне, дәл солай жалғыз радио инпуттарға ғана емес, чекбокстарға да салу болады. Қияр менен алмұртты белгілейік. Сақтадым. Парақшаны жаңарттық. Міне, алмұрт пен қияр белгіленіп тұр. HTML5-те бір жақсы жері осы атрибуттарды толық жазбай-ақ біз checkout деп жазып кететін болсақ, онда нәтижесі дәл сондай болады. Міне, алмұрт белгіленіп тұр. Тағы да айтып кететін зат ол инпуттардың мағынасы, значениесін беріп кетуге болады while арқылы. Мысалға, ақбаян деп қояйық. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне, ақбаян деп ішінде жазылып тұр. Дәл солай басқа да инпуттарға салып кетуге болады. Мына текст арияға. Бірақ та чекбокс пен радиоға салудың қажеті жоқ, оның ешқандай да нәтижесі болмайды. Select деген не ол? Жалпы select деп отқанымыз ол таңдау. Ат айтып тұр. Select бірінші тегін салып кетеміз. Одан кейін ішіне option деген тегтер болады. Мағыналарын жазамыз. Түстерді жазып кетейік. Қызыл, сары, жасыл деп. Сары, жасыл, қоңыр. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Мына жерде міне select пайда болды. Таңдау қызыл, сары, жасыл, қоңыр деген түстер тұр ішінде жазған. Бұл select'ге де біз name беріп кете аламыз. Select name color дейік түстер. Ал option'дарға while беруге болады. Мағыналарын қызыл, red. Дәл солай сары, жасыл, қоңырға қойып шығайық. Yellow, green, brown. Сақтадым. Қазірде бұның браузерде ешқандай нәтижесі болмайды, бірақ оның формада маңыздылығы жоғары. Тағы да бір элемент бар, ол button деген тег, кнопка болып саналады. Оның ашатын және жабатын тегі бар. Ішінде мәтінін жазамыз. Сатып алу дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңарттық. Міне жерде батырма пайда болды, сатып алу деген. Қазір бұны бассақ та ешқандай да өзгеріс болмайды. Өйткені айтып кеткендей оған JavaScript, PHP сияқты тілдері арқылы сервермен байланыстыру қажет. Бірақ ол HTML-дан басқа да тақырыптарды қозғап жібереді. Сондықтан да ол келесі курстарда үйретіледі. Осыменен мен сабағымды аяқтадым. Келесі сабақта кездескенше.